Екі аяқты берді Құдай бір ерге, о жалған мен бұ жалғанды жүрерге. Ақылды адам айтқан қылып сырындай, сақ болып жүр бір бәлеге ұрынбай. Жаратты Алла екі жалған тізбегін, бірін тапсаң екіншісін іздегін. Жаратты Алла адамзаттың ретін, бір ашығып бір тойынып жүретін. Киер киім, керек ішім жемі де, бұл екеуі осы өмірдің емі де. Тірі жандар соқпай кетпес оларға, иін бүтін құлқын толық боларға. Адал малды ал кеп жесең теліп ап, берсең үлес кедейлерге бөліп ап. Құлқын құмар болмаса адам жүрмес ет, құлқын құмай адам өмір сүрмес ет. Қорқып Құдай жолына ылғи үңілде, мейірінен үміт еткен түңілме. Бұл екі амал құлдық жолын табасың, жазба жолдан қылып құлдың тобасын. Білім берген кісі айтыпты даналық, білімсізге бұл кеңес деп саналық. Үміт қауып қос қанат қып байлағын, арасынан жол табуды ойлағын. Құлдық ұрып жарлығын тұт Құдайдың, аспан асып шаттық күйін ойнағын. Қос қанатың сол үміт пен сол қауып, көкке ұшасың екеуімен жол тауып. Күнәм көп деп үміт үзбе ләм демей, ғибадат қыл қапы қалма қам жемей. Ғибадат қыл пәнделік қой бұл әрі, аты құлдың ғибадат қой қылары. Құрмет тұтып бір Алланың бұйрығын, қадірсіз ғып баспа бәле құйрығын. Ел жаманы бір өзім деп танығын, жақсы болсаң айт тәуір сөз анығын. Бар білгенді айттым осы түйіні, асыр іске келер саған иіні. Егер осы сөзді қабыл алмасаң, бер жауабын мен тыңдайын, ол да заң. Ұзақ сөздің пайдасы жоқ тиетін, қойдым сосын сөзді ұзату ниетін. Бұл отғырмыш ұрды сонда маңдайын, көтерді бас көп ойланып мән жайын. Ей туысқан деді бейнет жүктедің, туысқандық сөзіңді айттың бүкпедің. Айттың ойлап менің пайдам жайымда, жарылқасын Алла өзіңді дайымда. Көп талдадым осы бір іс өрмегін, мен көздеген мақсатымды көрмедім. Қаламаған істен адам қашады, ол бір қауіп араны сөз ашады. Дана сөзі жақсы білім береді, ойы таза сүйкімді бір ер еді. Қылмақ болсаң әрбір істі ойлап ал, сөз айтарда көңіліңе бойлап ал. Айтар сөзді жұртпен кеңес бірақта, шықпаса ойдан жақындама жырақта. Өзіңе өзің бауыр малсың ақыл ес, соқпаса ойың бәрін де қой сөзді кес. Қай істі де көңіл сүймей шатақты, пайдасы жоқ ей ер тегі атақты. Көңілімнің сүймейтінін сезіндім, соның үшін осы сөзден безіндім. Үзірім бар, ей кісінің сарасы, мені қойсаң сол ғой бұл іс шарасы. Жоқ қасиет мен патшаға жарайтын, қылық құлқым сөзімде алдын орайтын. Қашып келіп бұл дүние ісінен, қайта барсам оны қалай түсінем. Ғибадат қып өтем тұрса бас аман, мен кісінің қызметін жасаман. Мені босат, бұзба тәңір жолынан, саған дұға көп оқиын молынан. Қалай қалсаң кездесудің орайын, сен келмегін өзім іздеп барайын. Сен тыныш жат, маған тисін бар еңбек, сен патшамен ел қамын же зар еңіреп. Бір мейірбан кісі айтыпты ең текті, қызметқор сүйіп өскен еңбекті. Сен қайғырсаң қамын ойлап халықтың, қалағаның жақын тұрғой алыптын. Көңіл тыныш, көзі нұрлы кісіде, оңғарылар ой тілегі ісіде. Тілек тілеп жүрер адам жарымай, тілегенін табар бір күн арымай. Бір сүйікті кісі айтыпты аңғарған, опа қылып атағы оның жер жарған. Болса көңіл алыс жерде жақындар, опа қылсаң назар салып жақын бар. Күн шығыс пен күн батыстың арасын,
опа қылсаң бірақ аттар хақың бар. Айтты өгділміш тыңда менің сөзімді, мен тыңдадым ықтияттап өзіңді. Бітті сөзім сен есен бол көңіл шат, мені ұмытпа патшаға бер жазып хат. Хат жіберді патша өзінің қолымен, қайтар жауап сенде соның жолымен. Бер жауапты осыған мен көнейін, өз аузыңнан сөзіңді алып жөнейін. Сөйле тілмен хат жазуға жетігім, мен қайтайын ей көңілі тетігім. Отғырмышта жауап беріп тіл қатты, керек болса жазамын ғой бұл хатты. Қалам алып Дәуіт қағаз сұрады, бастады хат сөз тізбегін құрады. Сөз бастады Алла атымен жар еткен, осы ғой деп жетілдірген бар еткен. Мақтау сөзім таусылмайды тілімнен, сансыз алғыс айтам оған ділімнен. Жаратты Алла жаны бардың сан түрін, берді ризық аш қоймады ешбірін. Ол жаратты екі әлемнің тірлігін, болжап болмас бір Алланың бірлігін. Құдай жалғыз түрі түсі өңі жоқ, сен ойлама оның ешбір теңі жоқ. Бар ұлылық, бар биіктік хас оған, бар нәрсені өзі билер жасаған. Қалың елді сансыз құлды жаратты, керегінің бәрін беріп таратты. Көк аспанды биік етті төңкеріп, күн ай жұлдыз безеп қойды көмкеріп. Қара жермен көк су етті төменде, таза желмен от жаратты төбеңде. Берді оларға тілегендей мол табыс, жалғыз өзі керек қылмай қолқабыс. Ғибадатсыз құлды қолдар қаласа, ғибадатты кейде сүймес ол аса. Бол деп іске қалағанын асырар, кесіп айтар бәрі еркіне бас ұрар. Пайғамбарға жаздым сан мың сәлемді, бастаушыға ізгі жолға әлемді. Патшам үшін еттім дұға мінәжат, аман саулық айттым сәлем міне хат. Жарылқады патша маған сөз салып, оны оқыдым нұры тұнған көз салып. Ізгі жарлық түмен үгіт бәрімен, жарылқады жақсы сөздің нәрімен. Білдіріпті ізгі уәде ниетін, тарту құрмет ішіп жейтін киетін. Кім осындай игілікті сезеді, іздеп соны дүниені кезеді. Түк істемей тапсам дәулет құр босқа, зияны оның тимес еді бір басқа. Бірақ бөтен бар ғой оның зарары, өзім барсам белгілі оның барары. Мұның бірі қызмет жоқ бұл арман, енді бірі елге опалық қыла алман. Жоқ болса әдет бұ жұмысқа қылығы, ол адамның жақпайды ғой қылығы. Енді екінші бұ дүние білермін, жапа қылар менде сондай бір ермін. Бір құдайға бағышталған нақ басым, иманымды ием таза сақтасын. Нені жеймін иініме не кием, құр қалдырмай жеткізеді оны ием. Берді саған мал дүние аямай, маған Алла түк те бермей қояма ай. Болды жетті бұған дейін еңбегім, Алла тағы жеткізеді ей бегім. Жақсы жаман кедей байлық барлығы, бір Алладан бәрі соның жарлығы. Мен ем Алла есігіне табынар, барлық халық сол есіктен табылар. Барсам сенің есігіңді сая қып, не тілеймін өмірімді зая қып. Сен екеуміз бір құдайдың құлымыз, құл мен құлдың теңдігі ғой мұнымыз. Құл боп құлға екінші құл табынса, болар ұят мұндай атақ тағылса. Тек жүретін кісі айтыпты бұлай деп, ей ақ көңіл тыңда осыны құлай кеп. Бір тоқ бір аш бұл адамға жалынба, қызмет қып мансап қуып салынба. Тынбай ылғи Аллаға қыл ғибадат, күні түні есігін бақ жолында. Қылсаң патшам төрт қажетті аңсаған, қолды қойып табынамын мен саған. Бер кеселсіз өлмес өмір мен үшін, қарымайтын жігітшілік кенішін.
Ауру білмес денсаулықты сай етсең, кедей болып көрмейтұғын бай етсең. Бұл төртеуін берсең мен бір қол балаң, жаным құрбан табынамда құл болам. Сен бұларды берсең егер қайтерем, құл болуға қол берем деп айтар ем. Күшің жетпей бере алмасаң алайда, нең бар айтшы артықшылық қалайда. Ішіп жейтін киетін бар ұдайым, керек болса тағы берер құдайым. Сор мен құрмет бір құдайдан бөлінбе, содан келер өмір шіркін өлімде. Ақылды адам мұны шын дер жасқама, ей елбасы осылай ма басқа ма. Сақтар мені бір құдайым ал қайсың, ей Асылбек өзің сақтай алмайсың. Сені бақсам жексем сенің қосыңды, мені бағар Алла айтайын осымды. Патша тоймай маған ас же демейді, Алла мені тойғызады жемейді. Іштегі мұң шерімді айтып шашпай-ақ, біледі Алла мен аузымды ашпай-ақ. Құл ұстаушы тыя алмайды қорлықты, Алла маған жасатпайды зорлықты. Сен күнәмді кешірмейсің мұнда бір, ием күнә кешіреді мыңда бір. Тыңда бір сөз айтыпты құл кінәлі, сыр ашыпты сен білмейсің мұнәлі. Ей жаратқан мейірімді киелі, мен таппадым сенен басқа иені. Мен мұңайсам сен қыласың аяныш, тірегі жоқ сорлыға сен таяныш.